Саламатсыздар ма балалар? Балалар көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Көңіл-күйлерің тамаша болса, балалар, бүгін біз тәжірибе жасап үйренеміз, е? Балалар, тәжірибемізді бастамас бұрын, ең алдымен қажетті құралдармен танысып алайық. Біздерге осындай стакандар керек болады, оның ішінде сулар бар, е? Және су бояқтар қызыл, жасыл, көк, сары түсті және картоп, және бізге керегі тұз және шекер. Балалар, ең алдымен тәжірибемізді бастамас бұрын қауіпсіздік ережелерін есімізге сақтап алайық, иә? Балалар, ластанған қолымызбен бетімізді, көзімізді ұстамаймыз, түсінікті ме? Балалар, олай болса, дайынбыз ба? Дайын болсақ, тәжірибемізге көшейік. Балалар, ең алдымен мына стаканда не тұр? Су. Судың түсі бар ма? Қандай түсі? Мөлдір, түссіз, дәмі де жоқ, иә? Балалар, енді қараңдаршы, мына жерде шекер тұр. Шекер қант немесе, иә? Шекердің дәмі қандай? Тәтті. Тәтті. Шекердің дәмін көрдің бе ғой, иә? Тәтті. Енді қараңдар, балалар, таза суға шекерді салып, 2 қасық салайын, және мұқият араластырсам, суымыз қандай болады? Қандай су болады? Тәтті суға өзгереді екен, иә? Не салдым мен ішіне? Шекер салдым. Шекер, яғни қант, балалар, тәтті. Ал енді балалар қараңдар, 2 стаканға тұзымызды саламыз. Тұздың дәмі қандай? Қандай дәмі? Ащы, дұрыс айтасың, Ералы. Енді балалар қараңдар, таза суға 2 қасық тұзды салып, жақсылап араластырсам, судың дәмі қандай болады екен? Ащы болады, өте дұрыс айтасыңдар, балалар. Тұз салынған су ащы, қант салынған су тәтті болып өзгереді екен, иә? Балалар, енді қараңдар, қоямыз. Енді балалар қараймыз. Мына су түссіз, мөлдір. Енді балалар қараңдар. Су бояқты. Қандай түс мынау? Сары түсті бізге. Мәриям салып араластырып көрсін, е? Ала ғой қасықты. Су бояқты ала ғой. Бір қолмен ұстап отыр. Ұста. Ала ғой. Ал. Аламыз. Көп мөлшерде алуға болады. Бір қолмен стаканды ұстайсың. Ұстап отыр. Араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Судың түсі өзгеріп жатыр ма, балалар? Я. Қандай түске өзгеріп жатыр? Сары түске өте дұрыс айтасыңдар. Мәриям суды сары түсте өзгертті. Келесі бізде мына стаканды толғамай алсын. Бір қасық ала ғой. Су бояқтың қандай түсін аламыз? Қызыл түсін алып, стакандағы суды не істейміз? Түсін өзгертеміз. Мұқият боламыз. Стаканды бір қолмен ұстап. Мұқият араластырамыз. Араластыр. Ал балалар, қараймыз. Толғанай, қандай түске өзгерді? Қызыл түске. Жарайсың. Қоя ғой. Келесі. Бір қасық аламын. Біреуін ал. Қандай түс? Жасыл. Жасыл түс.
мұқият араластырамыз. Суың қандай түске өзгерді? Nasıl? Жасыл түске көрсете ғой балаларға. Жасыл түске өзгерді суымыз. Енді балалар, мынау қандай түс? Көк түсті. Мен қазір суды көк түске өзгертемін. Қасықпен аламыз. Стақанға саламыз, мұқият. Не істеймін? Араластырамыз. Қандай түске өзгерді? Көк түске өзгерді. Жарайсыңдар балалар. Балалар, енді әрі қарай қараймыз, төгілмейміз. Мұқият боламыз. Төгілмейміз. Мына жерге қоямын. Енді балалар қараңдар, менің алдымда үлкен стаканда не бар? Су бар. Мына стаканда да су бар. Енді балалар қараңдар, екеуі де таза су, ештеңе қосылмаған. Ал мына балалар, не? Картопты балалар қараңдар, таза суға салсам, ол түбіне дейін не істейді? Батып кетті ме? Батып кетті. Ал екінші таза суға көп мөлшерде тұз салсам, қарай, екі мөлшерде тұз саламыз. 3 қасық, 4, 5 қасық, 6, 7 қасық тұз салайын. Тұз салайын де. Оны жақсылап не істейміз? Араластырамыз. Тұзды көп мөлшерде салуға болады тәжірибеміз. Бұл ішінде әбден араластырамыз мұқият. Енді балалар, тұзды суға картопты салсам, тұзды судың бетінде картоп не істеп қалқып мүмкін. Балалар қараңдар, міне тұзды суға картоп батпайды екен. Балалар қараңдар, міне таза суға картоп не істеді? Батып кетті. Енді тұзды суға, көп мөлшерде тұзды суға араластырып едім, тұз салып. Картоп не істейді? Батпайды. Яғни тұзды су заттарды бетінде қалқып тұруға көмектеседі екен. Балалар, тәжірибе ұнады ма сіздерге? Ұнады ма? Жарайды. Олай болса сіздерге көп рахмет. Сау болыңдар.